Барлықтарына сәлем, сіздермен бірге Ана Геймер, және бүгін сұрақ жауап деген ненің жауаптарын айтам, сұрақтарына жауап беремін. Енді бастайық. Ең басынан сұраған адамнан бастайық. Қазақ ФВ дегеннен келген. Мынау қандай сөз дейді? Мынау звездочка деген сөз, наверное. Сосын екінші сұрақ. Игровой канал онлайн геймер KZ-тен келген. Қандай программамен түсіресің және қандай прогпен монтаждайсың? Программа Bandicam, прог видеопад, видеоэдитор. Ана жерге бір текст бірдеңе қосатын болсам, онда немен Sony Vegas. Келесі сұрақ. Нұрсұлтан КС-тен. Мені пиар ете аласың ба? Ете алам, егер неге лукыма жаз, сол жерге каналына ссылка жерсін, сон қарап пиар ете алам. Нұрай Еркеновадан келген. Айман, Инстаграм кіресің ба? Негізінде кірем, бірақ ол жерде суреттерім жоқ. Келесі сұрақ. Исболат Сапарбеков. Неге выживание түсірмей кеттім? Қай выживание именно? Анау жаңағы серверде выживание болса, оны түсірем, наверное. Келесі сұрақ. KZ Gamer Казах. Нешедесің, түрінді көрсетесің ба? Мен 17-демін. Түрінді көрсетпеймін. Оны көрсетармыз білмеймін. Келесі сұрақ. Сала KZ. 1. Жігітім бар ма? Жігітім жоқ. 2. Неге подписчиктермен видео түсірмейсің дейді. Подписчиктермен видео түсірмегенде, то есть, скайпта отырғаннан кейін рандомна видео түсіре салайық дейсің. Все. Подписчиктермен білмеймін. Сходка болады Майнкрафтта, сөзі түсірем өтем. Веб-камера қосшы дейді сосын. Жоқ, веб-камера неде? Жоқ деге болады. Келесі сұрақ. Түрінді көрсетші. Түрімді көрсетпеймін. Білмеймін. Тағы да. Ой, кімнен келген? Айтпаппын ғой, Еркебұлан Батаевтан. Ерлан аяп берген. Сен ЛП-ғы қашаннан бері түсіріп жүрсің? ЛП түсіруге не себеп? Мен ЛП-ны уже почти 1 жыл болды. Ешкім білмейтінде шығар. 1 сентябрьда каналымды ашқам. Содан бері түсіріп жүрмін. И түсіруге себеп болған Тим Казах. Солардың видеоларына қарап қызыққам. Солардың там супер рангомен бір видео түсіргенбіз. Соғанда өзім де түсіргімге кетті каналымды ашып. Қаяқта тұрасың? Қаяқта тұрғанда мен Алматы облысы поселок Үлкен деген жерде тұрамын. Келесі сұрақ. Лео. Атымды қалай ойлап таптың және неше оқисың? Атымды ойлап тапқанда мен Ским Паником деген болады ғой Майнкрафтта, содан ала салдым. бір ник болған Анальный Геймер деген сол ледидің алтында, и Ана Геймер деген сияқты оқылды. Және неше оқисың деген оқымайын, 11 бітіріп қойғам. Келесі сұрақ. Ascetic Play Казгейм Tactics. Ютубқа қалай келдің? Ютубқа қалай келгенде Рангл каналында шығармайсың ба деген сияқты айтты. Сол ойладында шығара салдым каналымда. Қай адамдар ұнайды? Боқтық сөз дейді. Не? Айтатын бірақ жақсы айтпайтын. Бюрака, мана, вагафлай. Не дейді? Сети қуды. Братан қудың сен. Қай адамдар ұнайды дегенде ешкімді жақтырмау деген ондай жоқ менде. Сен мені видео түсіруге бола ма? Видео түсіргенде скайпта отырсам немесе
болот го негизи. Болот. Канал ашууга бирөө көмөктес. Ой, кимден келген? Стеро кезеттен келген. Жанагы сурак, унутуп кала берем жанагы нени айтууда. Келесі сұрақ Ласткоп кезеттен канал ашуға біреу көмектесті ме? Жоқ, мен өзім аштым. Не үшін канал ашып видео түсіргім келді? Жаңа айтып кеттім, қызығып, сондай желание пайда болды. Ернар Н дегеннен сенің жігітің барама дейді. Қаяққа барады? Және сен нешінсе жылғысың? Мен 97-ші жылғымын. Жігітім ешқайда бармайды, жігітім жоқ. Суперплекстен келген, қандай летсплейшіктерді қарайсың? Мен қазақ летсплейшіктерді қараймын. Көбінесе бәрін қараймын деуге де болады. Ешкімнен қалмаймын. Қазақтарды қараймын. Орыстардан болғанда Брейнді көргем. Брейн дейді. Соны айтып. Геймербек кезеттен келген. Подписчиктермен ЛП немесе видео түсіресің бе? ЛП түсірмеймін, подписчиктермен білмеймін неге. Ал видео түсіретін шығармын. Сол группада не болады, типа бірінге жазам, сегізі жиналып, подписчиктермен сегізі не ойнаймыз. Майнкрафт сходка дегендей. Майнкрафтта. Супердерптен келген видео түсірді қашан тоқтатасың? Істесін деп. Түсінген жоқпын. Видео түсірді қашан тоқтатасың дегенде, оны білмеймін. Тоқтағым да келмейтін сияқты. Там өскейм, білмеймін, старушка болсам, наверное. Қайтадан сұрақ қойған ба? Игровой канал онлайн геймер KZ деген. Майнзумды көрсен видеолардан қандай ұнайды? Майнзумды әрине көрем. Майнзумның барлық видеосын айт. Особенно Don't Judge Challenge деген бір видеосы. Әлішер Бекнияздан келген. Видеочат болмаса да вебкамен бір рет ЛП түсірші. Вебкамен түсіргім келмейді. Бір түрлі деп ойлаймын. Бико Випс 1. Неше жастасың? 17-дем. 2. Видео веб-камера мен түсіресің ба? Жоқ, түсірмеймін. Түсірем. Әбіл жоқ, түсірмеймін. Қай қалада тұрасың? Қалада тұрмайым, бір поселокта тұрам. Алматы облысы. Скайпта кіммен көп сөйлесетін адам? Скайпта көп сөйлесетін адам. Ең көп сөйлесетін адам это Динас. И қалғандары десалайын. Өтірге айтамын, конечно, летсплейщиктер. Жаңағы максимум 1 KZ. Бико өзім. Жоқ, Бико мешаны. Шатыс кеттім. Қай Бико, но? Бико Випс деген. Бико мен Супердерп, Суперплекс, Геймербек, Секон, Асетик, айта беруге болады. Онлайн казах, Алишер, жаңа геймкейлер деген. Тагым. Көп қой адам. Жаңағы Улик Фэмилимен. Что-то, Вроде болды. Ұмытқасам біріншімендер, біреулерін көріп атсыңдар. Сөйлеген кезде ақырын сөйлейсің. Неге? Ақырын сөйлегенде мен өзім даусым сондай тихоня и микро сондай. Клаш KZ-тен келген. Келесі сұрақ Queen FX. Мағжан екеуін қашан және қалай таныстыңдар? Қашан болған кезде оның 3 ай бұрын, 2 ай бұрын, 4 ай бұрын да білмеймін. Ұмытып қалдым. Короче, танысқанда мен оны тауып алдым. Чатқа жаздым бірдеңе деп. Ұмытып қалдым не деп жазған. Сосын ол айтты скайп бар ма деп. Мен
үшінші алдағы жоспарларым мындай жоспар жоқ менде, білмеймін. Алдағы өмірімді ойламаймын деуге де болады. Диля жұмадан келген. Bedwars неге ойнамайсың? Bedwars маған ұнамайды, сондықтан оны ойнағым да келмейді, оны түсіргім де келмейді. Бірақ сендер үшін түсіруге де болады. Бір-екі рет дегендей. Тағы Диля жұмадан келген. Сенің ең жақын досың кімдер? Ең жақын досым бәрі бірдей деуге де болады. Ең жақын дос барлығы ба, скайптаға. Сосын келесі сұрақ. Адина Искаковадан келген. Сен мағжаннан кішісің ба? Жоқ, үлкенмін. Келесі сұрақ. Қазақ ФВ дегеннен қайтан келген. Мағжан неге ренжіп қалды? Мағжан Абдикалыкова. Қайда тұрасың, нешедесің? Қайда тұрамын айттым, нешеде екенін айттым. Және де канал ашқанына неше күн болды. Неше күн болғанда мен санаған жоқпын. 9 айдай болып қалды. 8-9 айдай. Crazy Dark'тан келген. Crazy Dark что-то. Кім ғой Азамат? Қандай мамандық оқып жатырсың? Пропустим вопрос. Келесі сұрақ. Crazy Dark неге Майнкрафт көп ойнайсың? Басқа да ойындар бар емес па? Майнкрафт ойнағанда соны подписчиктерге қызығырақ, және сол көп лайк жиналады. Дота түсірген кезде вообще аз лайк жиналады, сондықтан дота түсіргім келмейді. Көбінесе Майнкрафт түсіремін. Сұрақ. Майнер Dated 2 компьютерінде не ойындар бар? Компьютерінде көп емес, аз да емес ойындар бар. CSGO, Garry's Mod, Dota 2, Dead Realm 74, Warface, also Minecraft, Samp, сосын Survivors Beta деген қорқынышты ойын. Солар ғана бар. Бакар. Сенде қандай микрофон, суреті болса жіберші. Суреті болса білмеймін. Содан ба. Микрофон Гарсун бірденке. Гарсун GS бірденке. Екінші сұрақ. Бандикамен түсіресің бе? Бандикамен түсірсің лицензионный ма? Или крякнутый? Бандикам қай қаладансың? Қай қалада болғанды айттым. Жақсыбек, Тилабек бірінші бір, ешінші жалғысын 97. Руым қаңла. Үшінші неге видео түсіріп жүрсің? Өзім үшін және подписчиктер үшін. Оркадан келген Капкен Tactics. Қандай ойындар ұнайды? Ойындар Dota 2, Minecraft. Сонда қалды. Dota 2, Minecraft и все. Сол екеуі ғана ұнайды. Қалғандарын аз ойнаймын. Жаңағы айтып шыққан ойындарын. Келесі сұрақ. Демон кезеттен келген. Анагеймер деп неге қойдың? Анагеймер деп айтқандай скин паникам дегеннен табылған. Содан плагиат болып қала салдым. Келесі сұрақ. Әділбек Нұрбек бір. Неге сен летсплей түсіріп отырғанда орысша сөздер қосасың? Орысша сөздер қосқанда ол қалай болады? Привычка. Қазанда да қосатырмын. Өзім сол поселкомда орыстар көп. Сондықтан шығар. Наверное. Екі қай жерде тұрасың айттым. Үшінші вебкамен орындаш тапсырма берем. Тағы да айқайлашы дейді.
Вебкаммен орындамаймын тапсырма. Түрінде де көрсетпеймін. Келесі сұрақ Blink KZ'тен Данчиктан. Дотаны неге түсірмесін? Дота қызым не істеп ойлаймын? Подписчиктеріне. Содан кейбіреулер Дотаны жек көреді. 15 приседания жасаш. Ақжан Бекемнен 15 приседания жасаш. Или көшеге шығып айқайла бардасында шығар. Бұл менің Spotify тапсырма орында просто сұрақ жауап. Супергеймен келген нешінші класс оқисың? Класс оқымаймын, 11 бітірдім. Енді келесі сұрақ Ержан Дәрібаевтан. Нешедесің? Нешедемін? 17-демін. Тағы да сұрақ келген, неге түрінде көрсетпесін? Түрінде көрсеткім келмейді, типа личные. Алан ТВ-дан келген, ютубтан ақша таптым ба? Ақша тапқан жоқпын. Қанша таптың? Тапқан жоқпын. Тапқанда партнеркам бар, бірақ мен ақшасын түсірмеймін. Канку KZ-тен келген сұрақ. Ең көп қарайтын ЛСП-шектерін. Қазақтың ЛСП-шектері барлығы. Ace Gaming-тан келген сұрақ жоқ дейді. Бапта. Так, келесі сұрақ Бақытбек Малкаждар. Көп қандай қашан алдың? Комп болғанда менде ноутбук, Acer Aspire 5 дегендей. Қашан алдың оны? 1-2 жыл бұрын алған. Екінші сұрақ GTA 5 бар ма? GTA 5 бар, бірақ ноутбукымыз не істемейді, көтермейді. Скоро новый компьютер болады, сөзде GTA 5 түсіретін шығармын. Үшінші, ютубер болғанына қанша уақыт болды? 9-10 ай болып қалды. Видеокарта бар ма? Видеокарта әрине бар. Олсыз ойын ойнамаушы едім ғой, наверное. Болса қанша қалдың? Видеокартаны қанша қалдың? Встроенный видеокарта ғой, ноутбукқа. Сыйымдылығы қанша дейді? Сыйымдылығы қанша? Қаншасына жоқпын. Келесі сұрақ. Мажының подписчиктерін сенің қызын. Сені қызы дегенге ренжідім ба? Только мен айтты екен деп ойлама. Окей. Қызы дегенде ренжімеймін, прикол екенін түсінемін. Бірақ мен оның қызы емеспін. Үйтіп Маждан приколдарына сенбеңдер. Қазақ оңайын. Интро істей аласың ба? Жоқ. Бірақ істегенге үйреніп. Ема, 20 минут мистер Фростан неше етесің? Текстур пагым бар ма дейді. 17-мен текстур пагым бар. Неге текстур пагымды түсінмейсің? Текстур пакпен уже соңғы неде видеоларымда түсіріп атым текстур пакпен. Максимумнан келген Казгейм Tactics скайпта көп сөйлесетін адамдарын. Жаңа айтып кеттім. Скайптағы барлық адамдар. Бәрімен бірдей сөйлесем, бірдей уақыт дегендей. Gamer Boy Let's Play'ден қай қалада тұрасың? Айттым, нешедесін айттым, қандай ойындардан атасың? Minecraft Dota, Minecraft Let's Play'лер бола ма? Minecraft Let's Play'лер қаласындар болады. Сіздің игровой канал Angel TV. Айман сен трансың ба дейді. Трансың ба? Бір түрлі сұрақ екен, бір трансвеститсің ба деген сияқты. Жоқ, мен ондай емеспін. Есі сұрақ сондай болса. Геймер шоу 1-3-7. Сен неге веб-камерамен түсірмейсің? Соткамен ба, планшетпен ба, камераны қойып газды берсей дейді. Веб-камерамен түсірім келмейді. Екінші сен бандитамен қашан FPS-пен түсіресің? Қанша FPS-пен? 30-40 елу. Қанша FPS? Не ғой? 60. Настройкадан 60. Үшінші сұрақ.
түрінде көрсеткім келмейді. Төртінші, қалай YouTube'ға видеоны саласың, егер оның размері көп болса, мысалға 10-40 гигабайт, сен оны қалай саласың, қалай азайтасың, қалай YouTube'ға видеоны саласың дегенде, гигабайт 40 гигабайт болмайды, оны видеопад деген программен азайтам, рендер жасап, рендер 1-2 сағаттай жүреді, көп сағаттар, 20 минуттық 10 сағат жүреді, 10 сағат болғанда 5 сағаттай ма сондай. Келесі сұрақ, адай қалым. Шаршап кеттім, қанша сұрақ. Бір лицензионный Майнкрафт бар ма? Жоқ. Жоқ. Бар ғой деймін. Жоқ. Лицензионный Майнкрафт несі кетті. Достары береді, бірақ несі кетті. Паролдарын взломать етіп тастайды уже. Екі. Жігітім кім? Жігітім ешкім. Үшінші, бандикамен сөйлесің ба? Иә. Жасың нешеде? 14 деп айтайын деп отырмын. 17. Самғат. Неге Майнкрафт жігітпен түспейсің дейді. Қандай жігітпен именно? Түсінген жоқпын. Жігітпен түспейсің. Түсіріп отырмын ғой. Кіммен түсірдім? Асетикпен түсірдім ғой, максимуммен талкам, Ақжол деген баламен талап түсірдім. Бар ғой, түсіретін адамдар. Сұрақ. Саят Тансабай, ана геймер, сенде қандай ойын ойнайсың? Мен Майнкрафт, Дота. Бірақ соңғы уақытта Дота, Майнкрафт ойнамай кеттім. То есть, желание жоқты, жалқан ескей. Келесі сұрақ, Ақжол Төлеуов. Майнкрафттың настройкасын көрсетіп жіберші, сундуктарға застарды басып салу қалай істейді. Майнкрафттың настройкасы оны YouTube-тан іздеуге болады. Сундуктарға заттарды басып қалай салу қалай істейді. Шитпен істейді. Мен сундукқа барлық заттарды алып, оны сундукқа барып отырамын дейді. Бір басып салуды қалай істейді, айтып жерсе қиын болмаса. Shift басып расында мушкамен былай істей бересің. Заттарды басып, сундукқа тез бара бересің. Білмейтін адамдар да бар екен ғой. Келесі сұрақ, Абдрасул Серік, GTA San Andreas бітірдің ба? Жоқ, бітірген жоқпын. GTA San Andreas баяғыда ойнайтым, кішкентай болғанда. Бірақ бітірген жоқпын. Там миссия өткенге миым жетпеді дегендей. Это. Каждый шутки есть доля правды дегендей. Соңғы сұрақ, наконец-то. Мери Алтайова. Бірінші, менімен видео түсіріп ойнашым. Сен оны мені неге VK-ма жаз, кезде түсіретін жаным. Екі, қашан боссың дейді. Босс болғанда мен не деп отырамын ғой, скайпта біреулермен сөйлесіп сөйлесіп. Білмеймін, қашан босс болатынымды. Үйім қандай дейді. Үйім квартира, 4 комнаталық деуге болады. 4 комнаталық үй. Біздің поселкада барлығы квартиралар ғой. Типа маленький город сондай. Бірақ өте кішкентай поселок. Сосын бірінші сұрақ, сен қандай ойын ойнайсың? Айтып кеттім. Нешедесін айттым. Нешінші жылғысын? 97 жылғыман болды. Болса болды. Сұрақтарына жауап ұнады деп ойлаймын. Лайк қойыңыздар, каналға жазылыңыздар. Все такое. Группама жазыңыздар. Сол жерге скоро не жазам. Объявление. Типа, я. Сау болыңыздар.